Бұл Францияның Марсель қаласындағы жер үсті кабельдік станция. Түрі қарапайым болып көрінгенімен, жер асты арқылы өтетін кабельдермен жаһандық интернет жүйесіне қосылған. Бұл кабельдер арқылы әлемдік интернет трафигінің 95% өтеді. 2021 жылға қарай Марсель Фос станциясы Гонконг, Сингапур, Үндістан, Оман, Египет, Греция, Ұлыбритания, Португалия, Нигерия, Оңтүстік Африка сынды маңызды 16 суасты кабельдік қаптарға қосылған. Әлемде Марсель Фос секілді шамамен 1400 жер үсті станция бар. Олар 500-ге жуық белсенді және болашақта салынатын кабельдерге жалғанған. Жер шарын қамтитын желінің ұзындығы 1,4 миллион шақырымды құрайды. Бұл шамамен күннің диаметрімен тең. Интернетті жабдықтау кабельдері орнату және қызмет көрсету негізінен ақш, Франция, Жапония және соңғы жылдары Қытай компанияларының құзырында. Күн сайын бұл кабельдер арқылы 10 триллион доллардан астам қаржылық транзакциялар өтеді. Netflix бағдарламаларының бастап, YouTube бейнелері, құпия дипломатиялық хабарламалар мен әскери бұйрықтарға дейін барлығы осы суасты желілері арқылы таратылады. Кабельдік инфрақұрылым геосаяси маңызы зор нысан. Бүгінде Қытай мен ақш өзендерінің құзырындағы барлық ықпал ету әдіс тәсілдерін пайдалану арқылы 21 ғасырдың билік тізгініне таласуда. Әскери стратегиядан бастап ақпарат жинау, экономикалық соғыстары мен ұлттық заңдарға дейін бірде-бір құрал пайдаланусыз қалмайды. Стратегиямен қатар қаталдық та жеңіске жету жолында маңызды рөл атқарады. Ақпарат Caspian Report каналынан алынған. 2017 жылдың маусымында Австралияның сыртқы барлау қызметінің басшысы Ник Уорнер Соломон аралдарына Ханяраға ұшып барды. 2003 жылдан бері бұл ел Канберраның бақылауында болды. 2001 жылдың 11 қыркүйегінде болған терактілерден кейін мемлекет қалыптаспады. Тұрақтандыру қажет деген сылтаумен басып алынды. Қауіпсіздік қызметкерлері үкіметтің тәртіпті қорғау қызмет секілді негізгі функцияларын өз мойнына алды. Бұған дейін бұл істің басшылығында Уорнер болды. Австралия миссиясы өз мәресіне таяған сәтте ол соңғы маңызды тапсырманы орындауға тырысты. Уорнер сапарынан келе сала, Соломон аралдарының премьер-министрі Манасе Сагаварамен кездесіп, Ханяра мен Сиднейді байланыстыратын ұзындығы 4500 километр болатын жаңа тапшылық оптикалық кабель төсеу жобасын талқылады. Бұл жоба дамудың маңызды бастамасы ретінде қарастырылып, бастапқыда батыс елдерінің сондай-ақ Азия даму банкінің қолдауына ие болды. Бірақ жоспар сәтсіздікке ұшырады. Себебі Сагавара келісімшартты қытайлық Huawei Marine компаниясының тапсырды. Бұл Канберраның алаңдатты. Себебі 2013 жылы Эдвард Сноуден Huawei сияқты американдық жабдықтардың ұлттық қауіпсіздік агенттігіне АНБ мәліметтер беру үшін қолданылатын жария етті. Батыс барлау қызметтері Бейжіңнің де осылай істеуі мүмкін деп күдіктенді. Уорнермен кездесуден көп ұзамай, Сагавара сыбайлас жемқорлық пен парақорлық айыптары бойынша сенімсіздік білдіру нәтижесінде қызметтен босатылды. 2019 жылы премьер-министр қызметіне қайта оралған соң, Пекинмен қауіпсіздік саласындағы қарым-қатынасты нығайтуға тырысты. Алайда оның алдындағы премьер-министр Дүниежүзілік банктың бұрынғы қызметкері Рик Хау Huawei компаниясымен келісім-шартты тоқтатып, бақылауды Австралияға табыстаған еді. Бұл оқиға қазіргі таңда ұмытылғанымен, ғаламдық мәліметтер инфрақұрылымы үшін болған алғашқы қақтығыс болды. Біз білетін әлемнің қазіргі кейпі суасты кабельдермен байланысты, алайда олардың құрылымы ең осал тұсы болып есептеледі. Бұл кабельдер таңғаларлықтай жұқа, шамамен бақшаға арналған су шашқыш шланг сияқты. Сондай-ақ олардың әртүрлі құрылымы компоненттер мен материалдары болуы мүмкін. Жалпы алғанда, кабель полипропиленнен жасалған сыртқы оқшаулағыш қабықшадан тұрады. Оның астында өрілген болаттан жасалған қорғаныс қабаты орналасқан. Ішкі қабаты суға төзімді полиэтилен және болат қабаттарынан тұрады.
Кабельдің өзегіне жақын жерде мыс немесе алюминий түтік орналасқан. Бұл оны бүліну мен жемірлуден қорғайды. Тереңірек су өткізбейтін лента орналасқан. Соңғы ішкі қабат өте жұқа оптикалық талшықтардан тұрады. Бұл талшықтар бір-біріне ажыратылып, шыны талшық өзегіне бекітілген. Оптикалық талшықтар лазерлік сигналдарды кабельдердің қарама-қарсы шетіндегі қабылдағыштарға жібереді. Алайда, ұзақ қашықтыққа сигнал беру кезінде сигнал бұрмаланады. Сондықтан әрбір 60-70 шақырым сайын сигналды түзететін қайталауыштар орналасқан. Кейбір сарапшылардың айтуынша, өндіру немесе техникалық қызмет көрсету кезінде қайталауыштарды ақпарат жинау мақсатында өзгертуге болады. Басқалары сигналдарды жер үсті станцияларынан бақылау оңай екенін және барлау қызметтері үшін маңызды құрал екенін айтады. Сонымен қатар, су асты кабельдерін арнайы кемелер төсейді. Әлем бойынша кабельдерді төсеуге және қызмет көрсетуге қабілетті шамамен 50 кеме бар. Бұл бизнес үлкен нарыққа айналған. Кейде қажетті мамандардың жетіспеушілігі соншалық өз инфрақұрылымын қалпына келтіргісі келетін мемлекеттер бәсекеге түседі. Бұл бәсеке тек орта деңгейдегі елдер арасында ғана емес, геосаяси алыптар арасында да бар. Қытайлық және американдық инженерлер үнемі бір-біріне тиесілі кабельдермен жұмыс істеуде. Сондықтан тапсырыстарды орындау мен қызмет көрсету кезінде әрдайым тәуекел бар. Кабельдерге деректерді ұстап қалу немесе білдіру құрылғылары орнатылуы мүмкін. Бұл қай елге болсын үлкен қауіп төндірмек. Әрбір жаңа кабель бұл геосаяси ойын. Жаңа байланыстар қауіпсіздік саласындағы қарым-қатынастарды нығайтады. Қатынасудан бас тартқан елдер шетке ығыстырылады. Бұның жақсы я жаман екені белгісіз, бірақ әлемде деректер дәл осылай жеткізіледі. Сол себепті су асты кабельдері үшін күресу қажет. Спутниктер керісінше әлдеқайда аз деректерді жібереді. Әрі олардың ұшырылуы мен қызмет көрсетуі қымбатырақ. Болашақта бұл технологиялар жетілдірілуі мүмкін. Бірақ 2023 жылы спутниктер континенттер арасындағы мәліметтер алмасудан тек аз ғана бөлігін қамтамасыз етеді. Және алдағы 10 жылдықта бұл көрсеткіштердің өзгеруі екіталай. Су асты кабельдерінің тыңшылыққа немесе зақымдануға осалдығы алаңдаулуы мемлекеттердің өз елінің қауіпсіздігіне баса назар аударуға мәжбүрлейді. Кейбір елдер өздерінің ерекше экономикалық аймақтарында кабельдерді тек белгілі бір компаниялар ғана сала алады деген шешім қабылдап жатыр. Алғашында деректерді беру кабельдерін қаржыландыру мемлекеттік компаниялармен жүзеге асырылған. Бірақ 2000 жылдардан бастап жағдай өзгерді. Huawei сияқты қытайлық телекоммуникациялық компаниялар Папуа Жаңа Гвинея және Кариб бассейн елдері сияқты нарықтарда өз орнын кеңейте бастады. Бірнеше 10 жылдықтан кейін қытайлық байланыс көшбасшылары кабель бизнесінде өз орнын тапты. 2015 жылы Қытай Huawei Marine компаниясымен серіктестік орнатып, осы желіні кеңейту мақсатында цифрлық жібек жолын құрды. Небәрі 4 жыл ішінде Қытай 15% әлемдік нарықты жаулап алды. Бұл ақш-қа елеулі қауіп төндірді. Трамп әкімшілік Пекинге қатысты талаптарды күшейтті. Су асты кабельдері қоғамдық және жекеменшік сектор арасындағы айырмашылықтарды күшейтті. Сол себепті бұл индустриялық, ұлттық қауіпсіздік және экономикалық мақсаттарда нысанаға айналды. Вашингтон тек кабельдік желіні бақылауда күшейтіп қана қоймай, бұл нарықта америкалық компаниялардың басым болуына ұмтылды. Кабель операторлары бірнеше ондаған жылдарға кабель арқылы тарату мүмкіндігін технологиялық компанияларға, провайдерлерге немесе басқа компанияларға сатудан немесе жалға беруден комиссия алуы мүмкін. Дамушы елдерді байланыстыратын кабельдер жаңа нарықтарда аша отырып, америкалық технологиялық алпауыттардың ықпалын кеңейтеді. Сондай-ақ мемлекеттік қызметтердің мүмкіндіктерін арттырады. Сондықтан үкімет пен бизнес бірге әрекет етеді. Әдетте үкімет жобаны іске қосудағы үлкен шығындарды жабу арқылы америкалық компанияларымен келісімшартты мақсат етеді. Федералды үкіметпен байланса, силикон алқабының алпауыттары кабель бизнесіне араласты.
2016 жылдан бері Google, Meta және Microsoft кабельдерге 2 миллиард доллар инвестициялады. Бұл әлемдік көлемінің 15%-ын құрайды, ал алдағы 3 жылға 4 миллиард доллар жоспарланған. Бұл компаниялар әлемдік желінің өткізу қабілетінің 2/3-тен бірін пайдаланады. Сондықтан өз инфрақұрылымын бақылау арқылы технологиялық алпауыттар индустрияда өз орнын одан әрі нығайтуда. Нәтижесінде қытайлық кабельдік компаниялар үшін келісімшарттар саны күрт азайды. Вашингтонның санкциялар салу қаупі Global Marine және Huawei компанияларын өз үлестерін Kempton компаниялар тобына жаңа атауы HM&Tech сатуға мәжбүрледі. Дегенмен бұл елеулі шығынға алып келді. Бүгінде HM&Tech тек оңтүстік шығыс Азиямен шектелген 2 жобаны дамытып отыр. Олар 2025 жылға қарай іске қосылуы керек. Осылай ең болмағанда қазіргі уақытта ақш саясаты Қытайды суасты кабельдері нарығында ірі ойыншы болудан сәтті тоқтатты. HM&Techке әлемдік кабельдік желілердің тек 10% ғана тиесілі. Бұл француздық ESN мен америкалық Sapcom компанияларының 41-21% нарық үлесіне қарағанда әлде қайда аз. Америка кабель төсеу кезінде үстемдік етсе, Қытай техникалық қызмет көрсету саласында болашағы зор. Кабельдер күтпеген жағдайда істен шығуы әбден мүмкін. Қалпына келтіру жұмыстары әдетте қолжетімді әрі жақын жерде болған компанияға жүктеледі. Сондықтан Қытай жақын маңдағы суларда тығыз кабель инфрақұрылымымен жұмыс істеп, суасты кабельдер саласында қалу үшін техникалық қызмет көрсету секторына шоғырланды. Кейбір сарапшылар бұл әрекет деректерді ұстап қалуға мүмкіндік береді деп санайды. 2022 жылы қытайлық кемелер шығыс Қытай теңізіндегі AT&T, Verizon және Microsoft операторлары қолданатын кабельдерді қалпына келтіру жұмыстарын жүргізді. Келесі жылдың мамырында Microsoft өзінің телекоммуникациялық инфрақұрылымына бір мемлекеттің қолдауына ие хакерлердің кіргенін мәлімдеді. Пекин бұл бұзушылықтармен байланысын жоққа шығарды. Осы жағдайдан кейін Вашингтон жаңа кабельдерді Қытайдан барынша алыс ұстауға тырысты. 2020 жылы басталған таза желі бастамасы Америка мен Қытай арасындағы тікелей байланысқа тыйым салды. 2024 жылға жоспарланған Bifrost және Echo суасты кабельдер Қытай суларына аулақ өтеді. Жоғарыда аталған кабельдер секілді 12.000 шақырымдық Apricot кабелі де Филиппин мен Индонезияға бағытталып 2025 жылы аяқталуы тиіс. Дегенмен, Тынық мұхиттың оңтүстік батысында геосаяси факторлар қаттырақ байқалады. 2021 жылы Дүниежүзілік банк Гуамды Микронезия, Кирибати және Наурумен байланыстыруға арналған Қытайлық HM&T жобасынан бас тартты. Түптің түбінде бұл жобаны Вашингтон тоқтатты. 2020 жылы мемлекеттік департамент Микронезиямен байланысқа шығып, Қытайдың қатысуына наразылық білдірді. Содан кейін Вашингтон, Токио және Канберра сол жерде жаңа кабель жобасын қаржыландыратынын жариялады. 2023 жылдың маусымына қарай ұзындығы 2250 шақырым және құны $95 миллион болатын жоба басталды. Бұл Гуамды ақштың әскерилендірілген аумағын деректерді тарату бойынша ірі торапқа айналдырды. Америка мен Қытайдың қақтығысы компанияларды ақпараттық трафик үшін жаңа маршруттар салуға мәжбүр етті. Мемлекеттік қауіпсіздік пен деректердің қауіпсіздігі маңызды болғандықтан, қадағалау және реттеу құрылымдары ақпараттық коммуникациялық экожүйеден достықсыз жеткізулерді толығымен шығарып тастау үшін енгізілуде. Сингапур, Индонезия, Филиппин және Гуам халықаралық деректер трафигінің хабына айналуда. Алайда бәсекелестік Үнді мұхитына да таралуда. Мұндағы даудың басы Сингапурды Парижбен байланыстыратын ірі Сими V6 кабелі болды. Бастапқыда бұл кабельді қытайлық HM&Tech компаниясы төсеуі керек болған. Себебі
Олардың ұсынысы бәсекелестерден әлдеқайда тиімді. Жоба бағасы $500 миллион. Бастапқы талқыланған бағадан 3 есе арзан екені HM&Tech-тің халықаралық беделін арттыруы керек болған. Алайда Вашингтон араласып, жобаға санкция салатынын жеткізді. Нәтижеге 180 градусқа бұрылыспен аяқталды. Яғни жоба Нью-Джерсиден шыққан және ақш барлау қызметімен тығыз байланысты Сапком компаниясына берілді. Сапком 1955 жылы суасты қайықтарына қарсы тұру мүмкіндіктерін күшейту үшін соғыс кезінде пайда болған. Бүгінде ол Google, Amazon, Microsoft және Meta сияқты платформаларға арналған кабельдерді жобалайды. Алайда оның ең маңызды стратегиялық рөлі ақш-қа флот туралы мәлімет алуға көмектесе отырып, олардың қарулы күштерінің эксклюзивті серіктесі болуында. Сондай-ақ Сапком Диего Гарсияға кабель төсеуге басты үміткер болып табылады. Британия басқаратын атоллда 3000 адамдық ағылшын-америкалық әскери теңіз базасы орналасқан. Оның орталық орналасуы Вашингтонға мұндай өндіруші Батыс Азия мен импорттаушы Шығыс Азияны байланыстыратын маңызды теңіз аймақтарын бақылауға мүмкіндік береді. Бүгінде арал тек теңіз базасы ғана емес, сонымен қатар ақш, Ұлыбритания, Канада, Австралия және Жаңа Зеландия барлау агенттіктерін байланыстыратын бес көз барлау желісінің байланыс торабы болып қызмет етеді. Пекиннің әрекеттері әлдеқайда қарапайым. Қытайдың Үнді мұхитындағы инвестициялары оның технологиялық компанияларының сәтсіздіктерімен тікелей байланысты. China Mobile Африка мен Европаны байланыстыратын То Африка кабелін төсеуде басты рөл атқарады. Ал China Unicom 5800 шақырымдық Sail кабелінің негізгі инвесторы болды. Бұл кабель Бразилия мен Камерунды байланыстырып, 2020 жылы іске қосылды. Соңғы жылдары Қытайдың бірнеше суасты кабельдері батысқа жетті. 12.000 шақырымдық PIS кабель сирек кабельдерінің бірі, ол 2022 жылдың желтоқсанында іске қосылып, Сингапурды, Кенияны және Пакистанды Франция мен байланыстырады, әрі Египет пен Мальта арқылы өтеді. Кабельді қаржыландыру және төсеу толықтай қытайлық компаниялар, соның ішінде HM&Tech арқылы жүзеге асырылды. Франция жобаны қолдады, өйткені ол Америка мен Қытай арасындағы шиеленіс күшейген кезде стратегиялық тәуелсіздікке ұмтылды. Дегенмен, уақыт өте келе кабельдердің жеке желілерге бөлінуі олардың әскери мақсатта қажеттілігін арттырады. Украина секілді кейбір елдер спутниктік интернет арқылы қатерді айналып өтуге тырысқанмен, бұл шаралар суасты кабельдерін кем дегенде алдағы 10 жылдыққа алмастыра алмайды. Суасты кабельдеріне байланысты қақтығыстардың қауіптілігін арттыратын тағы бір фактор. Ол кездейсоқ зақымдануды қасақана істелген әрекеттен ажырату қиындығында. Оңтүстік Қытай теңізі сияқты геосаяси ыстық нүктелер тығыз суасты инфрақұрылымына ие сауда тораптары болып табылады. Якорьлер мен балық аулау желілері, көшкіндер мен жер сілкіністері секілді үнемі компоненттердің істен шығуына әкеледі. Мұның бәрі түсініспеушілік пен қателіктерге алып келеді. Мысалы, 2023 жылы Мадзу архипелагының тұрғындары интернеттің істен шығуына тап болды. Аралдарды Тайваньмен байланыстыратын екі негізгі кабель бір апта ішінде кесіліп қалды. Тұрғындар бұл әрекетке Пекинді кінәлағанмен, Қытайдың араласуының тікелей дәлелдері табылған жоқ. Суасты кабельдеріне қатысты тағы бір мәселе, ол инфрақұрылым саласындағы халықаралық құқықтың дамымағандығы және ескіргендігі. ақш-та, Қытайда бұл жетіспеушіліктерді өздерінің нормативтік актілермен толықтыруға тырысты. Бірақ олардың әрекеттері әртүрлі себептермен жеткізілгісіз болды. Америкалық заңнама тым ескі. ақш-та суасты кабельдері туралы ең жаңа заң 1888 жылғы суасты кабельдері туралы заң. Кабельге зақым келтіру $5000 айыппұл мен 2 жылға дейін бас бостандығынан айыруды қарастырады. Сонымен қатар, якорь немесе балық аулау торларын абайсыз тастау үшін $500 айыппұл және 3 айға дейін түрмеге жабу жазасы бар. Бұл айыппұлдар кабельдерді қалпына келтіру шығындары $3 миллион жететін жағдайларда
әлсіз тыйым салушы факторлар болып табылады. Ал Қытай заңнамасының орындалуы жеткіліксіз деңгейде. Пекин араласу деңгейіне сәйкес жазалауды қолданады. Кабельге зақым келтіру, қасақана немесе абайсыз болса да $1400 көлемінде айыппұл төленеді. Бірақ операторлар қызметін тоқтату туралы бұйрық берілуі мүмкін. Рұқсатсыз кабель төсеу $20,000 айыппұлмен жазаланады. Бірақ заңдардың әлсіз орындалуы Қытайда жылына орташа есеппен 26 кабельдің істен шығуына әкеледі. Бұл әлемдегі ең жоғары көрсеткіш. Бұл жағдай жақында құм өндіру, бұрғылау, бекіту және трал мен аулау қызметтерін шектеуге түрткі болды. Әскери мақсаттағы кабельдерді зақымдады деген күдікпен кемелер ұсталды. Қытай континенттік қайраңда кабель төсеу жолдарын белгілеу, сол аумаққа иелік етуші мемлекеттің құзырында деп мәлімдейді. Іс жүзінде бұл теңіз әкімшілігін хабардар етуді және Қытай әскери теңіз күштерінен жазбаша рұқсат алуды талап етеді. Кейде тіпті маршрутта қайта қарауға әкеледі. Осыдан кейін ғана оператор Қытай аумағына кабельді енгізуге рұқсат сұрай алып, алдағы уақытта өзінің барлық қызметі туралы үнемі және толық ақпарат беріп отыруға міндетті. Мұндай жағдай сөзсіз қайшылықтар тудырады. Әсіресе Пекин 9-шы пункт сызығында жұмыс істейтін операторлардан Қытай дәметіп жүрген оңтүстік Қытай теңізін қамтитын аумақ оның рұқсатын сұрауы керек деп мәлімдейді. Вашингтоннан рұқсат алу процесі де оңай емес. Елде жұмыс істегісі келетін операторлар Федералдық коммуникациялар комиссиясынан, ақш-тың шетелдік қатысуын бағалау комитетінен, армия инженерлік корпусынан, әр мемлекеттік және жергілікті биліктен рұқсат алуы керек. Бұл бюрократия рұқсат алу мерзімін 2 жылға дейін ұзартуы мүмкін. Алайда ақш технологияларының берілуін шектейтін жаңа заң қабылданса, рұқсат алу мерзімін одан әрі ұзартады. Заңдар шұжық секілді олардың қалай жасалатынын көрмеген дұрыс. Қатаң талаптардың орната отырып, Пекин мен Вашингтон Біріккен ұлттар ұйымының теңіз құқығы жөніндегі конвенциясын елемейді. Қытай бұл конвенцияны ратификациялағанымен, ал ақш оны дәстүрлі халықаралық құқық ретінде қабылдағанымен, екі елдің рұқсат алу талаптары теңіз құқығына қайшы келеді. Мысалы, 79-шы бап барлық елдерге континенттік қайраңда суасты кабельдерін төсеуге құқық береді деп нақты айтады. Ал 112-ші бап одан да кеңірек және континенттік қайраңнан тыс ашық теңізді қамтиды. Осылайша, суасты инфрақұрылымына қатысты заңда айқын олқылықтар бар. Суасты кабельдері жеткілікті қорғалмаған. Конвенция халықаралық сулардағы кабельдерге қол сұғуды қылмыстық әрекет деп санамайды. Сондай-ақ, ол елдерді өздерінің аумақтық суларындағы кабельдерді қорғауға міндеттемейді. Егер бұл мәселелерге ортақ шешім табылмаса, әрбір мемлекет оларды өз бетімен шешуге мәжбүр болады. Ал бұл қақтығысқа себеп болмақ. Суасты кабельдері әлемдік ақпарат құбыры және Қытай мен ақш арасындағы жаңа қырғи-қабақ соғыстың себебіне айналуда. Бүгінде төселіп жатқан инфрақұрылым сауда, стратегия және халықаралық құқық арқылы елдерді біріктіреді. Қазіргі уақытта батыс көш бастап тұрғанымен, Қытайдың өрлеу және оңтүстік операциясын нығайту мен өзге форматтар жаңа ынтымақтастық шеңберін құрауы мүмкін. Қандай жағдай болмасын, кабельдік жобаларды дамыту мен қорғау енді геосаяси басымдыққа айналды. Көптеген уақыт бойы қақтығыстардың себебі ресурстарды бақылау болған. Бүгінгі таңда қақтығыстардың орталық нүктесі ең құнды ресурс, ақпарат болып отыр.